Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құймақтан бәліш дайындаймыз, былайша айтқанда блинные пирожки дайындаймыз. Өте дәмді, оңай әрі тез дайындалады. Міндетті түрде таңғы асқа немесе бестік шайға дайындап көріңіздер. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге көк шөп, піскен жұмыртқа және сыр қажет. Көк шөп менде петрушка мен укроп, видеода ұсақтап турап аламыз. Піскен жұмыртқа менде 2, 4 бұрышты етіп ұсақтап тураймыз. Және сырды мен алдын ала үкіштен өткізіп алдым. Үлкен шұңғылдау ыдысқа барлығын қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, қаймақ қосып араластырамыз. Енді құймақтарды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға 1 стакан сүт қосып араластырамыз. Диеталық ұн қосамыз. Менде жүгері ұны және сұлы ұны. Үстінен разрыхлитель және тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Консистенциясы қатты қою болмауы қажет, сонда жұқа әдемі құймақтар шығады. Қызған табаға кішкене сары май жағып, құймақты құямыз. Құймақтың көлемі қатты үлкен емес, орташа болғаны жөн. Бетінде көпіршіктер пайда болып, пісе бастаған кезде салмасын салып, 2-ге бөліп ораймыз. Мұның барлығын өте тез жасаған жөн, өйткені ұзақ уақыт тұрып қалса, онда құймақ күйіп кетуі мүмкін. Бетінде көпіршіктер пайда болып, енді пісе бастаған кезде салманы бірден салып жіберген жөн. Өйткені әбден пісіп кеткен соң салсақ, онда құймақтың шеттері бір-біріне жабыспай қалады. Негізі салмасын өзіңіз кез келген етіп, қалауыңыз бойынша жасауға болады. Мысалға тек қана жұмыртқадан, немесе тек қана сыр, олай болмаса картоп, фарш, яғни кез келген өзіңіз қалауыңызбен жасауға болады. Мінеки құймақтан бәліштеріміз дайын. Міндетті түрде таңғы асқа дайындап көріңіздер, өйткені көп уақыт алмайды, әрі өте дәмді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!